Ең басты нәрсе Мұхамеджанның полицейлердің алдында отырғаны адамдарға теріс ой салынды. Неге? Өйткені адамдар жалпы полицияға байланысты әртүрлі негатив ойларда жүр ғой енді. Ал керісінше сол жерде не айтылған толық мәтінді білсе елдер, Мұхамеджан полицияның алдында отыру керек қой күндізінде. Мұхамеджан полицияға барып осы кісі айту керек насихатты деп айтар еді. Оны толық дүние жоқ ол жерде. Мысалға Меккенің өзі туралы екі нәрсе айтылған. Мысалға әлі күнге дейін есімде да. Мысалға мен Меккенің өзінде екі түрлі полицияны көрдім деймін да. Мен 19 рет па қанша жерде 18 рет па қажылыққа бардым. Сол қажылыққа барған кезде мысалға бір полиция жол нұсқап тұрған полицияны келіп бір қажы мотоциклмен қағып кетті. Енді бізде болса не болар еді? Сонда ана полиция өзін атып тұрып, өзін қағып кеткен қажының үсті басын қағып, соны жаңа қайтадан мотоцикліне отырғызып жіберіп жатыр да. Екінші бір жерде қандай бір ортаға бір сеткамен забор қойылған екен, сол жерден апалар аталар өтеміз десе, жаңа ашуланған, сабырсыздық танытқан полиция барып, біреуін желкесінен тартып, біреуін артынан теуіп жатыр да, құйымшағынан. Мысалы мен соған жүрегім ауырды. Мына жақта мейірім, Меккенің өзінде де мейірімді полиция бар, Меккенің өзінде де пенде полиция бар. Мен енді соны ана МВД-дағы полицияларға айтып жатырмын: "Ей жігіттер, сен полициямын деген сөз тек қана менің мінезім сондай, мен сені түрмеге тоғытам, қорқытам, білгенін жасаймын дегенді білдірмейді. Полицияда да адамгершілігі бар адамның адамгершілігі көрінеді, адамгершілігі жоқ адамның қасиетсіздігі көрінеді. Ол түгілі Меккенің өзінде мен осы нәрсені көріп тұрмын. Жақсы полицей о жерде де бар, жаман полицей о жерде де бар. Енді осы сөзден не зиян бар қоғамға, мысалға. Енді осының ішінде мен полицияда да Меккеде де көрдім, жамбасынан тепті деген жерді алған кезде, әрине әрбір тыңдаған адам, мынау біздегі полицияны тебуге үгіттеп жатыр екен деп ойлады. Ол жерде тебу, приказ орындалу емес, адамгершілігіңді сақта деген мәселе тұрған болатын. Бұл бірінші нәрсе. Екінші нәрсе, жалпы ол мен қай кезде де қазақты митингіден сақтандырам. Ол бүгінде, ертеңде, арғы күні де айтатын нәрсе. Неге? Мен қазақтың проблемасын айту үшін алаңды қызғанып жатқан жоқпын. Қазақтың жалпы бойындағы қасиетін белгілі бір дәрежеде танығандықтан. Қазақ атқа мінсе атасын танымайды. Қазақтың жалпы манипуляцияға, провокацияға түсіп қалу оңай. Бір кезде мысалға бәріміз қосанып деп, қолдап, қосанып деген кезде, қосанып жалт бұрылған кезде шоңқиып отырдық та қалдық. Жол екі айырылса, қаңғыбас ит артынан шаншылады деген дейді мысалға. Қаншалаған сенген адамдарымыз жалт бұрылған кезде біз хақ көңілдікпен сендік та не істерімізді білмей қалған елміз. Кеше қаңтардың өзінде қаншама қасіретті отбасылар қыршынынан, жастарынан айырылды. Былай қарасаң да, оның түбі кім алып шықты, қалай болды, не болды? Ең соңында бір-ақ нәрсе қалды: жүздеген адамдар өмірмен қоштасты. Одан не ұттық, не ұтылдық, ол бөлек мәселе да, бірақ адамдар өмірден өтіп кетті, қандай статьямен болса да. Сол сияқты менің айтатыным, мен Лондонда жаңа BBC-да тәжірибеден өтіп жүрген кезімде, орталық алаңда Биг Бен сағатының бергі шетінде бір паркке адамдар шығады екен, өздерінің қарсылықтарын білдіру үшін. Мен сол жерге қызығушылықпен бірнеше рет бардым. Пикет, адамдар қолына транспаранттарын ұстап отыр. Сонда жаңағы жердегі адамдармен сөйлескенімізде, мысалға сағат 2 мен 6-ның арасында шығып, наразылығыңды білдірсең болады десе, 2-де шығады, 6-ға 5 минут қалғанда плакаттарын жинап, пепсиін ішіп, бургерін жеп қайтып жатқан елді көрдім. Сол кезде мен аналардың орнына қазақты қойып көрдім. Мысалға қазақ 2-де келіп 6-да қайтама, бургерін жеп, арғарай әңгімесін айтама. Жоқ, бізде көбінде мына жаугершілік басымыздан өткесін, бізде батырлық болғасын, есеміз кеткесін. Бізде есепсіз кеткен есе бар да, есепсіз кеткен есе бар да. Атамыздың қаны, анамыздың намысы, немесе жесір дауы, жер дауы деген сияқты. Сондықтан бізге бір қандай да бір жерге бізді қыздырып жіберсе, біздің 100 жылғы қайғымыз ойымызға оралады да. Бұрын Мұхамеджан Тазабектің аты айтылса, мықты айтыскер, ақын ретінде барлық сол образ қалыптасқан, одан кейін Мұхамеджан Тазабек десе барлығы вахабист, сәләфи деп солай айтылады мысалы. Бірге жүреді. Әлі күнге дейін осы дүниенің сізден қалмай жатқаны не себепті? Және бір нәрсені мен өзім үшін білгім келеді, Мұхамеджан аға. Сіз ана Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының мәжілісінде де өзіңіз айтқан дүниеде де, сіз мен бұрын сәләфи болғанмын, қазір ол жолдан кеттім деп айтпапсыз да, мен болғанмын демегенсіз да, мен тыңдағанмын деп айтасыз да. Және өзіңізді сол
курбан эсебинде көрсөтөсүз да. Шынымен ак сиз сондай күчтөрдүн курбаны болдуңуз ба? Біріншіден бәрі деп айту дұрыс емес шығар. Себебі мысалы 5 миллион адам маған жазылып отырса, соның бір 4,5 әрине, миллионы жақсы кешіріңіздер. көреді ғой. Иә. Көпшілігі. Иә, көпшілік деп те айтуға келмейді. Мен Канча процент? көпшілік деп айтуға келмейді. Мүмкін бір 20 мың адам шығар, мүмкін бір 10 мың адам шығар. Ол неге? Себебі жақсы көретін адамдар өзінің махаббатын көбінде паш ете бермейді да, бәлеқор адамдар байбаламшыл келеді. Ал байбаламшыл болғаннан кейін бүкіл қоғам сондай болып тұрғандай көрінеді, шынтуайтына келгенде. Сондықтан ол мені жақсы көретін, мені қолдайтын адамдар өте көп, қай кезде де болған. Менің кейде мына қаралаған адамдардың қаралауын сезінбейтінім де сол шығар, маған махаббатын төгіп тұрған адам өте көп. Бұл біріншіден. Екіншіден, егер қоғамға пайдалы жұмыс жасаған адам бұндай қайшылықтан еш уақытта құтылмайды. Одан мүлдем құтылып кетуді ойлауға болмайды. Мен тап-таза осы жұрттың бәрі мақтайтын адам болсын деген адам, ол көптің қамын ойлаған адам емес. Өйткені Абай да айтып кеткен, елдің қамын ойлайтын бір адам туса, оны табатын, оны қабатын екі ит қоса туады дейді. Сондықтан ол екі ит әрқашан сенің оң жағыңда, сол жағыңда жүреді. Сенің балағыңды қанатып, сенің сүрінгеніңді күтіп. Сондықтан бұны норма деп қабылдау керек. Норма. Сонымен сіз сәләфи болдыңыз ба, жоқ әлде тек қана тыңдадыңыз ба? Жалпы кез келген топ болсын, ат қойып айдар таққан адамдар болсын, біз сияқты ықпалды адамдармен жұмыс жасайды. Бізді таблиғ жамағаттар да тартты, Хизбут Тахрир да тартты, мен сәләфимін деген жігіттер де насихаттады. Айтып отырған, мен еш уақытта ешқандай топқа белсене кіріп, солардың ықпалында болған емеспін. Соны айтқан болатынмын. Демек сіз сәләфи емеспін деп. Жоқ, я деп айта аласыз ба, нақты? Жоқ, мен сәләфит емеспін ғой. Жалпы сәләфилік деген нәрсе жайында да мысалы мен көп сұрағам адамдардан. Қазір мен сәләфимін деп айту, ол жай ғалымдардың иштихаты. Ғалымдар адасқан топтардан Енді бұл алғашқы мұсылмандар деген мағынаны жоқ, өзін айқындау үшін, жоқ, ол бұрынғыларды қоя беріңіз. Қазір де сәләфи деп неге айтасыңдар дегенде, адасқан топтардан өзімізді айқындау үшін сәләфи деген сөзді қолданған дұрыс деген ғалымдардың пікірімен жүретін жігіттер бар. Мен де сол алғашқы сахабалардың, пайғамбар Мұхаммед алейхиссаламның түсінігімен ислам дінін ұстанатын адаммын. Бірақ мен сәләфи деген тырнақша ішіндегі атты алмай-ақ, ол нәрсеге көңілім бұрылмай-ақ ұстауды қолдайтын адаммын. Мұхамеджан аға, сол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының мәжілісінде сіз былай айтыпсыз да, сол кездегі жас балалар, жаңағыдай сіз тыңдап жүрген, қазақ халқының құндылықтарын жоққа шығарып жатқан, жоққа шығарған деп айтыпсыз. Сондай мәселелерді сіз қолдап кетпесек те, солай екен деп жүрген кездеріміз болды деп айтыпсыз. Осы қандай құндылықтарды олар жоққа шығарды қазақтың? Енді осы біраз жігіттер сотталып кетті. Сондай сотталған кезде осы ең бірінші құндылық мына елдің тыныштығын сақтау, елге қажет емес пікірлерді айтпау. Мысалға ғалымдардың арасында ғана талқыланатын тақырыпты қарапайым халықтың ішіне кіргізбеу. Қарапайым халыққа Құдай бір пайғамбар үшін Құран хақ десе, соның өзі жеткілікті. Яғни намазын оқысын, 5 парызын орындасын, басқа бір Алланың сипаттарына байланысты, немесе бір өте көптеген бір нәзік мәселелерге байланысты, көп қой енді, екі әйел алудың мәселелері, көп әйел алудың мәселелері, басқа мәселелерді кең халықтың алдына шығара беретін нәрсе емес, ол дау туғызады. Оған келіспеген жастар болды сол кезде. Жоқ, бұл айтылу керек, білімді жасыруға болмайды. Ал қазақтың салт дәстүрі, әдет ғұрпына қатысты болса? Қазақтың салт әдет ғұрпына қатысты мен көп жас сондай әлі піспеген жігіттермен тартысқа барғам. Мысалы үшін беташарымыз бола ма, немесе қарапайым ғана құда келгенде арқан тартудан бастап, ізетпенен келіннің сәлем беруіне дейінгі аралықта тартыс болған. Мен оны Егемен Қазақстанға да менің мақалам шыққан осы нәрселерге байланысты. Жігіттер, байқаңдар, бұл құндылықтардың түбін қуып келсең, сол жерде дін шығады. Дін менен ұлттық құндылықтарды қағыстырмаңдар. Өйткені ол өзі ақиқи құндылықпенен қайшы келген нәрсе, дәстүрдің озығы бар, тозығы бар деген сияқты өз уақытпен қап кетеді. Ал уақытпенен жеткен жақсы қасиеттерді керісінше зерттеңдер. Түбінде сол исламмен байланысы бар болып шығады.
шалағайлықпенен бетін қалқып жаңағы оны анау харам немесе мынау дұрыс емес деп айтпаңдар деп талай жігіттерге өзіміз ақылымызды айтып жүрміз.